Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге 2005 жылы шыққан Дэнни Цепной пес фильмін қысқаша айтып беремін. Бұл Дэнни есімді бала. Сырт көзге ол кәдімгі адам, бірақ оның иесі шынжырын шешкенде ол ит секілді иесінің жауларын аяусыз өлтіреді. Дэнни иесіне адал ит секілді, ал ол оны пайдаланып қарыздарын қайтарады. Ал ақшаны қайтарғысы келмегендерге ол шынжырланған итін жібереді. Иесі Барт баланы өз пайдасына қолдану үшін хайуан секілді тәрбиелеген. Әдеттегідей Барт базаға қайтып келеді. Дэнниді тамақ беріп, содан кейін торға қамақ қояды. Ол оның ішінде ұйықтайды, жаттығу жасайды және әріппен жазылған кітапты қарайды. Оған пианино ерекше ұнайды. Олар зергерлік дүкеннің иесі Раффлсқа келеді. Ол Дэннидің қабілеті жайлы және қандай жағдайда төбелесетінін естіген. Сол себепті кіргеннен оны ұруға бұйрық береді. Ал Барт Дэннидің шынжырын шешіп үлгермей қалады. Ол оны көмекке шақырғанмен Дэнни еш қимылдамады. Барт көмекшілерімен өздері төбелесуге тура келді. Барт олардан босап шығып, Дэннидің шынжырын шешіп, оларды өлтір дейді. Содан кейін ол күзетшілердің барлығын ұйықтатты. Содан кейін дүкен иесінің өзіне де келді. Оны да аяусыз ұрды. Сол жерде Уайт деген кісі де болды. Ол ережесіз жекпе-жек ұйымдастырады және оған Дэннидің төбелескені ұнады. Олар ол жерден шығады. Барт Дэнниге көңілі толмады, себебі ол иесін керек кезде қорғаған жоқ. Ол тағы бір өзіне қарыз адамға келеді. Бұл жолы Дэнниді ішінде пианино бар бөлмеге тастап кетеді және алдына қызыл лампа қояды. Ол жанған кезде көмекке кел деп бұйырады. Дэнни лампаға қарап тұрады, бірақ ол пианиноны қатты жақсы көргендіктен қасына барып пернелерді басады. Сол жерге соқыр кісі келеді. Оның есімі Сэм. Дэнниді осы жердің жұмысшысы деп ойлап, пианино настройкаларына көмек сұрайды. Бір кезде тықылдаған дауыс шығады. Дэнни қараса, лампа жанып тұр екен. Ол иесіне жүгіріп барады, бірақ ол шаруаны өзі бітірген. Әбден таяқ жеген Барт базаға қайтып келеді. Ол Дэнниге айқайлап, торға қамап тастайды. Осы кезде Дэннидің төбелескенін көрген Уайт келеді. Ол Бартқа ұсыныс айтады. Дэнниді ережесіз жекпе-жекке шығар, егер ұтса көп ақша аласың дейді. Бірақ Дэнни қарсыласын өлтіруі керек. Ақшаға құныққан Барт оған келіседі. Олар жекпе-жек алаңына келгенде Дэнниге қарсылас болып, сол жердің чемпионы шығады. Дэнни оны бірнеше соққымен жерге құлатты. Барт жеңіл ақша алғанына қуанышты, бірақ Уайтқа ұнамады. Оған қызық әрі таңғалатындай жекпе-жек тыйымды. Барт келесі жолы солай болады деп уәде береді. Үйге бара жатқанда Барт Дэнниге сыйлық алып берейін дейді. Дэнни пианино сұрайды. Осы кезде олардың көлігіне жүк көлігі келіп соғады. Ол жерге Раффлс адамдарымен келіп Барттың көлігін атып кетеді. Дэнни тірі қалады. Ол Сэмді кездестірген подвалға келеді. Ол да сол жерде болады. Сэм онымен сөйлескісі келгенде Дэнни алған жарақатынан жерге құлайды. Ол ұйықтап жатқанда анасы мен Барт жайлы түс көреді. Ұйқыдан тұрғанда Сэмнің үйінде жатқанын біледі. Сэм Виктория есімді асыранды қызымен оның жарақатын емдеген. Сэм Дэнниге тамақ әкелгенде ол қорқып кровать астына тығылып қалады. Кейін оларға жайлап үйреніседі. Дэнниге пианино ұнайтынын біліп, Виктория оған синтезатор алып келеді. Оған дастархан басында ас ішкен кезде өзіңді қалай ұстау керек екенін үйретеді. Дэнни адамдық өмірге үйрене бастады және Сэм оның шынжырын шешейін дегенде ол қарсы болады. Себебі Дэнни шынжыр шешілген кезде адамдарды ұрып соғып үйреніп қалған. Сэм Викторияға туған қызындай қарайды. Сабақтан алып кетеді, дүкенге барады және қасына Дэнниді ертіп жүреді. Үйде ас дайындап үйретеді. Шкафта Дэнни Викторияның кішкентай кезі мен Сэмнің жас кезін көреді. Сэм қалай соқыр болып қалғанын және Викторияның өгей әкесі болғанын айтып береді. Оның жақын досы қайтыс болады, артында жүкті әйел қалады. Сэм оған қамқор болады. Қызы туылып бойжеткенде Викторияның анасы мен Сэм жол апатына түседі. Әйел қайтыс болды, ал Сэм соқыр болып қалды. Сол әңгімені естіп, Дэнни өзі анасын мүлдем білмейтінін түсінеді. Дэнни мен Виктория бірге уақыт өткізеді. Бірге киноға барады, балмұздақ жейді және Дэнни оны сабақтан алып кетеді. Дэнни оған бауыр басқаны соншалық, оған шынжырын шешуге рұқсат берді. Дэнни шынжырдан босап, еркін демалды. Сэм Дэнниді өзімен бірге жұмысқа алып кетеді. Ол Сэмге пианино жөндеп көмектеседі. Әңгіме барысында Сэм Виктория оқуын бітіргесін олар Нью-Йоркқа қайтатынын айтады.
Сэм Дэнниге бірге кетейік дейді. Себебі ол отбасының бір мүшесі болып кетті. Жұмысқа көмектескені үшін Сэм Дэнниге ақша береді. Ол ақшаға Дэнни өзіне бас киім алады. Дүкеннен шыққанда ол Барттың адамын кездестіріп қалады. Ол оны танып қалып, иесіне мәжбүрлеп апарады. Барт әлгі атыстан тірі қалған және Дэнниге жекпе-жекке шығасың дейді. Ол Дэнниге жаңа шынжыр байлап, төбелес алаңына алып барады. Дэнни одан анасы жайлы сұрайды. Барт оны танымаймын, даладан тауып алдым дейді. Барт оған төбелесіп қарсыласыңды өлтір дейді. Бірақ Дэнни тыңдамайды. Ол енді адамдарға зиян тигізгісі келмейді. Барт ашуланып, оны төбелес алаңына итеріп жібереді. Бірақ Дэнни олармен төбелеспей, соққылардан қашып жүреді. Қызық болуы үшін Барт ол жерге балта лақтырады. Дэннидің қарсыласы балтаны алып алып, оны өлтірмекші болады. Бірақ Дэнни тек қорғанып жүреді. Уайт жекпе-жекке көңілі толмай, Бартқа шағым айтады. Содан кейін олар алаңға тағы бірнеше адам жібереді. Олар Дэнниді аяусыз ұрады. Дэнни де оларды ұруға мәжбүр болады. Ол алаңдағы бәрін құлатады, бірақ өлтіруден бас тартады. Сол кезде Барт жеңілген адамды пистолетпен атып өлтіреді. Барт ашуланып, Дэнниді торға қамап тастайды. Бірақ ол түнде ол жерден шығып, Барттың суреттерін қарайды. Сол жерде суреттен пианинода отырған анасы мен өзінің суретін көріп қалады. Дэнни анасы жайлы Барттан сұрайды. Ол оның жезөкше болғанын айтады. Келесі күні олар қарыздарын алуға шығады. Жолда Барт отбасы туралы әңгіме қозғайды. Және Дэнни Сэм мен Викторияға қайту керек екенін түсінеді. Ол рульге жабысып, көлік аударылады және Дэнни қашып кетеді. Ол Сэмнің үйіне қайтып келеді. Ол анасы жайлы айтып, суретін көрсеткенде Виктория оның жезөкше болғанына күдіктенеді. Раялдың аты арқылы олар Дэннидің анасы өнер көрсеткен концерт залды тауып алады. Ол жердің жұмысшысы да ол қызды біледі екен. Ол Дэннидің анасы отырған суретті тауып алады. Үйде Виктория Дэннидің анасы сол суретте ойнап отырған әуенді тауып алады. Және сол әуенді ойнай бастайды. Әуен Дэннидің есіне көп нәрсені түсіреді. Сол кезде Барттың анасын зорлағысы келгені, ал ол қарсыласқанда оны өлтіргені есіне түседі. Барт Дэнниді тауып алған магазиннен оны іздейді. Сатушыдан Дэннидің қайда екенін біліп алады. Дэнни мен Виктория заттарын жинап қашайын деп жатқанда Барт келіп қалады. Дэнни Сэм мен Викторияны қоймаға жасырып, өзі Барттың адамдарымен төбелеседі. Дэнни оларды Сэмнің пәтерінен алысырақ алып кеткісі келді, бірақ оны қоршап алған. Барттың айлакерлігі асып түсті. Ол Сэмнің үйіне барады. Дэнни де сол жерге барады. Барт оған баяғы өміріңе қайтып кел, шынжырыңды тақ дейді. Дэнни оның анасын өлтіргенін біледі және ешқашан кешірмейді. Дэнни Бартты ұрып-соғып өлтірмекші болады. Сэм мен Виктория оны көріп бас тартуын өтінеді. Барт өлетінін білсе де, Дэннидің ит екенін айта береді. Оның аузын жабу үшін Сэм басынан ұрып талдырады. Бірнеше аптадан кейін Виктория концерт залда пианино ойнайды. Ол Дэннидің анасы ойнаған әуен еді. Дэнни мен Сэм залда көрермен болып отырады. Дэнни анасын еске алып, көзіне жас алады. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі видеода кездескенше.